Өле сүйгім келеді. Жанып сүйгім келеді. Өртеніп сүйгім келеді. Күйіп өлу үшін. Хат бөліміне жаңа қабылданған жігіт келген хаттарды реттеп отырып, қызыл дәптерге назар аударды. Бір бойжеткен редакцияға бронза қыз деген әңгіме жолдапты. Бронза қыз. Батыстан оңтүстікке бет алған жүрдек пойыз жүйткіп келеді. Иегін таянып, вагон терезесінен сыртқа қызықтай қарағанына да біраз уақыт болды. Өзіне қарсы орынға жайғасқан екі жігіттің мұның мойын бұруын тосып тағатсызданып отырғанын сезер емес. Ақыры екі жігіттің бір-біріне сен бастасаңшы дегендей ымдасқан қимылдары ойын бөліп, Ақжан қарсы алдындағыларға қарады. Екеудің күткені де сол екен. Қарындас, жол ұзақ, әңгімелесе отырсақ деген ғой біздікі. Мына жігіт менің досым, Қуандық, менің есімім Сабыр. Таныс болып отыралық. Өзіңізді де бізге таныстырып қойсаңыз. Ақжан. Алысқа жолға шықтыңыз ба? Деп тағы да бастырмалатты Сабыр. Алматыға деді Ақжан қысқа ғана. Сабыр ауық-ауық Ақжанға сұрақ қоя отырып өздері жайлы әңгімеледі. Екі жігіт ауған жерінде бірге әскери қызметте болып, сонда достасқан. Әскерден келісімен жұптары жазылмаған күйі Алматыдағы жоғары оқу орнына тапсырып, жолдары болған. Қазір 3 курста бірге оқиды, бірге тұрады. Қуандық Атыраудан, Сабыр Көкшетаудан, жазғы демалыстарында да бір-бірінің ауылына барып қайтпаса көңілдері көншімейді екен қос жігіттің. Айтуынша екеуі де бойдақ. Осы досымды ұнатқан қызымен табыстырамын деп аққан сорпам шығып біттім. Менің жарам жеңіл. Мұрындық салғандай сүйрелеп жүріп осыны аяқтандырсам, ертесіне ақ өзім үйленіп тынар едім дейді Сабыр ойыншыны аралас. Екеуі қолда аяққа тұрмай дастархан жасап, қызды шақырып, үшеуі бірге тамақтанды. Шай үстінде де, одан соң да Сабыр Қуандықтың қызға деген икемсіздігін әңгімеге арқау етіп, сөзбен шымшылаумен болды. Қуандық жымиған қалпынан танған жоқ. Вагондағы жарық сөндіріліп, тек жолсеріктің купесі жанындағы жарық бүкіл вагонға көмескі түсіп тұр. Ақжан аударылып теріс қарап жатты. Сезіп жатыр, жоғарыдан Сабыр түсіп төмендегі досының жанына жайғасты. Сыбырлап, қыз, жібек дерсің. Төлеген, сенде арман жоқ. Қуандықты иығынан ба, жауырынан ба мытып қалғаны, оның да жайлап жауап қайтарғаны сарт-сұрт дыбыстарынан білініп жатты. Биыл көктемде тағы да шаршап, әрі уайымнан ба Ақжан расында да тұра алмай қалды. Қол аяғы шымырлап, жансызданғандай, шекесі шыңылдап, өң мен түстің арасында жатты. Дене қызуын өлшеген адамдардың көздері шарасынан шығумен болды. Шақыртылған дәрігерлердің өзін тез арада ауруханаға жеткізгенін, шөлмектер бірінен соң бірі ауысып, тамырына дәрі құйылып жатқанын еміс-еміс біледі. Бір көзі түскенде ақ жамылғының үстінде қалған қолының шойындай қаралығынан ұялып, жасырмақ болған. Әлі келмеді, қолы көтерілмеді. Жаз айы болғандықтан палатаның есігі ашық тұратын. Ерсілі-қарсылы өтіп жатқандардың өзіне мойын бұрып, көз тоқтатып қарауын тағы да қобыжық көргендей қызықтау деп түсінді. Дегенмен әлін жиған бір күні айна алдына барған Ақжан айна алдынан кете алмай, өз көзіне өзі сенбей біраз тұрды. Ақшылтым тартқан өңіне қара қасы мен кірпіктері, қоюлана бастаған шашы қаламмен салғандай келісіп ақ тұр. Реңіне қан жүгіріп, солып тұратын қушиған жақтарының орнына домаланған бүйрек бет пайда бола бастапты. Аздап ет ала бастаған ба, қалай? Өзін өзі жете зерттеп, түсініп болғанша тұрғысы келгенімен ұялып, орнына қайта оралды. Дәрігерлердің айтуынша Ақжанның іш құрылысындағы бір бездің жұмысы жартымсыз болғандықтан осы уақытқа дейін бронза ауруымен ауырған. Әлсіздік, жылтыр қаралығы, тыриған арықтығы, аурушаң әлжуаздығы, денесінің кейбір жерлеріндегі дақтар, тіпті шашының түсуі де осы ауруының кесірі болып шықты. Аурудың асқынып, белгі беруі ауыр халде ауруханаға түскені. Жетіспейтін бездің қанға бөлерін дәрі арқылы ала бастағалы беті бері қарап, аурудың белгілерінен арыла бастады. Айна алдына баруды жиілетті. Бұрынғыдай емес, толса бастады. Кісіден сұрап кигендей солбырайып тұратын киімдері дөңгеленіп қона қалыпты. Буса да түйсе де сусылдап тұрмайтын жұқа, тараса болды түсіп, үсті басына еріп жүретін шашы қалыңдап өсіп қалды. Қысқасы, Ақжан біртіндеп сұрықсыз кейпінен дені сау адам қалпына, қыз көркіне ене бастады. Ауруханадан шығарында өмір бойы тек дәріні үзбей қабылдағанда ғана саулығының сақталатыны, әйтпесе баяғы таз қалпына қайта түсетіні ескертілді. Содан бері Ақжан үшін өзгеше өмір басталды.
Өзі барып амандаспаса, таныстары бір көргеннен жазып тани алмайтын болды. Бұрын бар жоғын елемейтін жігіт атаулы бүгінде аңтарылып қарап қалады. Әдет болып кеткен бе, көпшілікпен араласудан жасқанып тартыншақтай береді. Емделіп шыққан соң көп ұзамай Алматыға білімін жоғарылату курсына жолға шыққаны осы еді. Қайырлы таң қыз, жып ест, Ақжан. Екпінді басталған сәлемін сабыр сасқалақтап аяқтады. Ақжан оның алаңғасарлығына күліп: «Қайырлы күн болсын, шеге жолдас», деді. Түнгі сыбырды естіп қалғанын білген жігіттер де қызарақтасып күліп алды. Төлеген рөлінде болу өзіне тигендіктен бе, әлде досының оқытуы іске асты ма, қуандық батылдана бастағандай. Сапарластар Алматыға да келіп жетті. Қош жігіт Ақжанды барар жеріне жеткізіп салды. Келіп тұруға рұқсат алып уақытша қоштасты. Олар кеткен соң Ақжан бөлмесінің терезесінен сыртқа қарап, ойға шомды. Қуандық егер шын көңілі кетіп сөз салар болса, бұл батылы жетіп өзінің дәрінің құлы екенін айта ала ма? Айтса, қыз жібегімді енді таптым деп өрекпіген Төлеген жігіт жүрегі түсіне ала ма? Дәптер осымен бітіпті. Журналист шаншылып жұмыс істеп отыр еді, бір бойжеткен келді. Өзіне сұраулы жүзбен қараған журналистке: «Ақорда қаласынамын, сіздерге әңгіме жіберген едім», деді. «Бронза қызсың ба?» деді журналист жұлып алғандай. Таңданып қалған қыз: «Жоқ, оны жазған адаммын», деді. «Ойдан жаздың ба?» «Өз өмірімнен де бар. Бірақ тура дәптердегідей емес». «Енді қалай?» «Сіздің ойыңызша, журналист шабуылға шығарда сізге көшетін, жігітке жібімейтін де қыз бола ма?» «Сіз мүлде түсінбегенсіз, бұл әдеби көркемдеумен жазылған нәрсе ғой». Сонымен белгілі журналист пен белгісіз әдебиет сүйгіш, әңгіме жазғыш дәрігер бойжеткен арасында айтыс басталды. Оның бәрін келтіріп жатудың керегі болмас. Сіздерді жалықтырмас үшін негізгі тақырыбын айтайық. Қыз, жібімейтін қола қыздар болады десе, жігіт, болмайды, өзіңді бір құшақтап сүю арқылы дәлелдеуге болады дейді. «Не деп отырсыз?» дейді қыз. «Есікті кілттеп қоймақшымын», дейді жігіт. «Есіңіз дұрыс па?» «Менің есім дұрыс, ал сіздің түсінігіңіз дұрыс емес. Бір көрген шала таныс адаммен сүйісе ме екен?» «Сүйіседі екен». Сонымен есік кілттенді. Арғы жағын айту шарт емес. Бірақ оқиға сіз ойлағандай ұятсыз болған жоқ, оқушым. Арада күндер өтті. Дәрігер қыз Алматыдағы жұмысын бітіріп, Ақордасына қайтты. Барысымен редакцияға хат жазды. Енді журналистің тура өзіне. Қыздың хаты: «Есіңізде ме, сіз менің көзімше бақыт деген біреумен сөйлесіп, осынша жасқа кеп көшеде жүретін жай жоқ, өзің кел осында дедіңіз. Сол сөйлескен бақытыңыздың қандай жынысты адам екенін білмей, өзімді сіз кезекті ойыншығыңыз еткелі тұрғандай сезіндім. Адамның өзін өзі сыйлауы жаман қасиет емес шығар. Бірақ менің қолымда, даусымда сізге көтерілмеді, әлсіз қарсыластым. Содан болар, сіз менің жалына қол тигізбеген асау екеніме сенбедіңіз. Әйтпесе қызсың ба деп сұрар ма едіңіз?» Қиялымдағы пәктігімнің белгісіндей ақ желек жамылған күн, қасиетті ақ төсек, алғашқы түн жайлы ұғымымды сулы шүберекпен тақтадағы жазуды сүртіп тастағандай өшіріп, орнына сізді қоймақ болдым. Мен де сізге тура қарауға ұялыппын, жүзіңізді толық елестете алмай-ақ қойдым. Сіздің творчествоңызбен таныспақшы болып, облыстық кітапханамыздан бір-ақ кітабыңызды таптым. Қыздар әйел болу жігіттің басын идіріп алу, ит құсатып қарғы бау тағып ертіп жүру деп түсінеді. Нағыз еркек көрде де тыныш жатпайды, жер бетінде қалған әйелі оны өлсе де сыйлап, әруағына бас иіп жүреді. Сондықтан менің етегім тиген асыл әйелдердің бәріне басымды ием, өйткені олар мені түсінді, сыйлады, өлсем де сыйлайды. Мен ерінен асаулықпен құмартып сүйген уыз қыздар, мені кешіріңдер. Аш кез бен тоқ кез екі басқа. Бойдақ кез бен үйленген шақта солай. Қыз дәурен мен одан айырылған шақ бұл теңеуге көнбейді. Өйткені онда қалай болатынын еркек болған соң қайдан білейін. Әйтеуір, малың адал болғанға не жетсін. Бұзылған тоңазытқышта дүкеннен жаңа деп әкелгенің көңілді бұзады ғой, адам түгілі. Оның қасында қыз пәктігі жарты әлемнің бақытына, байлығына бермес дүние ғой, нағыз еркек үшін. Бірақ күйеуімен көп жыл тұрған, ешқашан рахаттанып күйті келмеген әйел басқа еркек жанын кіргізгенде, қыздық алғандағыдан күйеуі алса да, бетер қиналып, рахаттанып, жылайтынын дәрігерлер жазып жүр ғой.
Сен бірақ күннен күнге өзгеріп сала бердің деп өлең келтіріпсің. Аңқау, аңғал, адал қыздар. Еркек күнде емес сағатта өзгереді. Менің жүзіме толық қарай алмай ұялсаң, сенің адамгершілігің менікінен жоғары болғаны. Кешір, еркекпін ғой. Сәлеммен мен ғой. Өмірдегі болған оқиғаны әдеби өңдеген.